Нұрай күн сияқты еді. Мен алып кешті, мынанша уақытта мен телефонымды алып қойды деп жазып берген бір өтініші болды. Давление жасады. Құқық қорғау тарапынан, иә? Құқық қорғау тарапынан. Сол кезде құқық қорғау органдары сізге осы Шерхан қазір заявление жаздыңыз, болды, сізге ешқашан жаныңызға жақындамайды деп уәде берген. Сол күні бізге гитарамен өлең айтып берген тұғын. Бұл жерде прокуратура тарапы да біз салғырттық танытты деп есептейміз. Бас прокуратураға да біз міндетті түрде пышақпен зиян келеді деп мың ұйықтаса түсіне кірмеген нәрсе ситуация болып тұр негізінде. Барынша темір тордың ар жағына отырғызу. Мусорды лақтырған сияқты есіктен шығарып жіберді. Шыны керек біздің ең өзіміз сияқты деп ойладық адамдарды. Сол бізде өте үлкен қателік болды. Елімізде қаза тапқан Салтанат Бишімбаева, Яна Ликкедимова, Айзат Жұманова және Диана Оңғарбаевалардың дауыл істерінің резонансы басылмай жатып, Шымкентте 21 жастағы студент Нұрай Серікбай қайғылы жағдайда көз жұмды. 11 қаңтар күні Нұрай дүкеннен ұн алуға шығып, үйінің алдында туырылдап жүрген күдікті оны ұстап алып, артынан қуып пышақтаған. Әлеуметтік желіде тараған видеода жас жігіттің Нұрайды артынан қуып келіп бірнеше рет пышақтағаны бейнеленген. Кейіннен күдіктінің 28 жастағы жігіт екені белгілі болды. Ол Шымкенттен 10 шақырым жерде ұсталды. Күдіктіге қатысты кісі өлтіру бабы бойынша тергеу басталды. Бұл оқиға қоғамда үлкен резонанс тудырып, әлеуметтік желілерде қыздың қауіпсіздігі, аңду мен қудалау фактілеріне құқық қорғау органдарының дер кезінде әрекет етпеуі, сондай-ақ әйелдерге қатысты зорлық-зомбылықтың алдын алу мәселелер кеңінен талқыланып жатыр. Нұрай Серікбайдың туыстары ұсталған күдіктіге қатысты ең ауыр баптар мен қылмыстық іс қозғалуын талап етті. Арма жасалаш көрермені, біз Нұрай Серікбайдың ағасы Сұлтан Серікбаймен сұхбаттастық. Қайғылы оқиға қалай болғанын оның өзі айтып берсін. Нұрай екеуі сол тойда, нағашының тойында танысқан. Сөйтіп, Шерхан Нұрайды қатты ұнатып қалғаннан кейін артынан қоймаған. Инстаграмға подписаться еткен, номерін тауып алған, қалай тауып алған білмедім. Бәрінше жазып, артынан қоймаған, жүгіруді. Әртүрлі әрекеттер жасаған. Соңында ол Алматыға дейін барған. Алматыға барып Нұраймен сөйлесіп, оны барынша алдап-сұлдап 5 минутқа шығарып тұршы, соңғы мүмкіндік берші деп, оны Нұрайды сыртқа шығарып алған. Сыртқа шығарып, машинаға алдап-сұлдап отырғызып, есікті тарс етіп жауып, телефонын тартып алып, максималды түрде Шымкентке қарай жол тартқан, алып қашқан, қысқаша айтқанда. Сөйтіп, Нұрай шошынғаннан не істерін білмей, Шерханды қолынан тартайын десе, ол жоқ, қазір сен егер де мен қазір рөлді не то жаққа бұрып жіберсең, қазір аварияға ұшыраймыз. Өйткені біз қатты скоростьпен келе жатырмыз, тиіспе маған, отыр тыныш деп күш көрсеткен. Сөйтіп, телефонын тартып алғаннан кейін Нұрай ешкімге хабарласа маған, оны біз де білмейміз. Шымкентке келіп, Шымкентке келген кезде маған сол кезде нағашым хабарласты, осындай деп. Содан кейін ситуациядан кейін біз Нұрайға қарай сразу жол тарттық. Үй жағына қарай. Үй жағына барған кезде бізді туысқандары 40 шақты адамдар бәрі жиналып алған бір той болатындай сияқты. Мен ішіне кіріп сразу Нұрайға кіріп кеттім. Нұрайдан сұрадым. Нұрай, сен өзің қалауыңмен ба кірдің бе бұл жерге дегенде. Жоқ, мен сені күтіп отырдым. Мен қорықтым деп айтты. Мен Нұрайдың қолынан енді алып шығып баратқан кезде жанындағы туысқандардың бәрі маған жабылып, мусорды лақтырған сияқты есіктен шығарып жіберді. Сол кезде енді ар жақтан 20 адам, үлкен кісілер, тем более. Біз енді кірудің жолын іздегеннен кейін жүзекке хабарластық. Осылай, мына жақта бізді қарындасымызды алып қашты деп заявление бердік. Сол кезде бір 15 минуттан кейін жүзеккедегі полициялар келді. Сол кезде тергеушімен біз үйге қарай кірдік. Ол ситуацияны қарады. Қыздың отқан, айтты, қалып қаша болған деп, ситуация болған деп сөйтіп. Шерханмен сөйлесті, Нұраймен сөйлесті. Сөйтіп, енді сол жерде отырып сөйлесетін кезде мен ойым айттым, то что давайте ТРУ-ға барайық, сол жақтан сөйлесейік, мына жақта бесполезно сөйлескен деген сияқты. Сол кезде біз бәріміз тергеушімен бәрі сол Нұрайды, Шерханды тергеуші айтты, екеуін аламыз и ТРУ-ға барамыз деп. Сөйтіп, сол жерге отырғызып бәрін ТРУ-ға
ровд-ға қарай жол тартты. Сол кезде мен сол кезде барып ата анамды алып келуім керек болды. Бірақ маған сол жерден шығуға олар күш қолданды барынша. Өйткені мен шықсам қазір уже заявление Нұрай жазады деп қорықты да олар. Сол үшін. Потом мен бірақ атылып шықтық, өйткені барынша итеріп машинаға отырып, тез үйге барып, мама папаны алып, мен ровд-ға бардым. Ровд-дан біз кірдік. Сөйтіп уже ішіне кіріп отыр екен. Ішіне кіріп отқан кезде тергеуші айтты, ешкімді кіргізбейміз. Ол тек Нұрайдың жасы 18-ден асқан, ол уже өзі шешім қабылдай алады деген сияқты. Сөйтіп хорошо деп біз сыртта күтіп отырдық. Бірақ тергеуші бірнеше минуттан кейін сол жаңағыдай Шерханның әкесін кіргізеді. Түсінбедік біз не үшін кіргізіп жатқанын, қалай кіргізіп жатқанын. Бірақ телефон арқылы біреуге звондап, ана кісіге хабарласып, осы жерден полиция учаскесінің ішіне кіргізді. Ал біз сыртта қалып қалдық. Сөйтіп ол кісі бір рет біз неғып бізді кіргізбей жатсыз деп айттық, но жоқ, ешкімді кіргізуге болмайды, бұл просто жай кіріп кетіп жатыр деп айтып, біз алдап қойды да. Біз потом барып оны түсіндік. Потом ол кісі бір рет кірді, екі рет кірді. Содан кейін біз үшіншісінде барынша басынып, айқайлап, зорға кіргіздік. Мамамызды ғана кіргіздік, мамамыз кірді. Сөйтіп мамамыз кірген кезде жағдайын сұрады, жаңағыдегідей Нұрайдың. Қалай не ол бойықс айтты. Маманың айтуынша Нұрай үркіп қалған. Негізі басында кәдімгідей четко понятно то, что мен алып кешті, мынанша уақытта мен телефонымды алып қойды деп жазып берген бір өтініші болды. Заявлениесі. Бірақ оны ол тұрғаннан кейін тергеуші және әкесі, Шерхан бәрі примерно морально давка болғаннан кейін Нұрайды барынша айтқан, что егер де қазір сен мынандай заявление беретін болсаң, Шерхан бірнеше жылға кетеді. Сен сол бірнеше жылға кеткенін сен өзіңе жүк қылып алғың келе ма деген сияқты давление жасады. Құқық тарапынан, иә? Құқық тарапынан. Сен егер де бұл біреудің баласын түрмеге отырғызғың келсе, онда бізде не жоқ, отырғызсаң өзің білесің, бірақ сен жүк сенде қалады деген сияқты қылып. Кішкентай қызды үркіп қалған қыз, еще жасы 20-да, 21-де. Өзі еще қатты атылып тұрған емес, барынша сыпайы сөйлесетін қыз, соны барынша қолданған. И екінші заявлениеде мен бұл жерге ешқандай претензиям не имею, ең бастысы маған тиіспесе болды деп жазған. Сол кезде құқық қорғау органдары сізге осы Шерхан қазір заявление жаздыңыз, болды, сізге ешқашан жаныңызға жақындамайды деп уәде берген. Уәдесінде Шерханнан сұрап алған. Шерхан, сен осындайға тиісесің бе, жақындайсың ба деген. Жоқ, мен ондай емес, мынау деп Шерхан сол кезде айтқан. Бірақ ол учаскеден шықтық, біз түнгі сағат 2-лерде түнде шықтық біз. Шу болғаннан кейін аяқ жақтан туысқандар келіп, бәрі шулап кетті. Біз түнде қайттық ровд-дан үйге келіп, Нұрай бізге сол ситуация бәрін айтып берді, ішіндегі, тергеуінің ішіндегі не болғанын. Тергеуші былай етті деп, біз сол кезде таңғы сағат 5-ге дейін соны полностью тыңдағанбыз. То есть Нұрай бізде ешқашан өтірік айтпайды. Әрқашан шындықты айтады, тек адал кейіппен ғана қалғанда есте. Сол үшін біз оны барынша тыңдадық. Сол таңғы сағат 5-ге дейін полностью толықтай историяны айтып берді. Сол кезде біз білдік, что бұл жерде құқық қорғау органдары дұрыс қызмет атқарылмай, бұл жерде немқұрайлықпен қаралғаны. Сол кезде біз оны байқадық. Содан кейін біз примерно бір аптаның ішінде тағы да заявление жаздық. Оны біз өзіміздің прокуратураға жаздық. Прокуратураға барып жазған кезде толықтай осылай жаздық. Бізді былай қызымызды алып қашып кеткен. Нұрай өзінің атын 18-ден асқан екен, Нұрай өзінің атын жаздық. Біз бірақ жанында сопровождать етіп жүрдік. Жазған кезде полностью толықтай қалай болған ситуацияны, былай істегені, былай қаралмағаны, өкінішке орай мынау Қаратау ровд қарастырылмағаны, қаралмағаны, соның бәрін толықтай жазған болатын. Бірақ ол жаққа жүрген кезде
сіздер күтесіздер деді, қаралымда бір аптадай болады деді. Содан кейін біз бір аптадай күттік, былай күттік, уақыт өтті. Бізге жауабын жібереміз деген еді, біз жауабы келмеді. Біз өзіміз бардық, қалай болады екен деп. Сөйтіп барып сұрап не алған едік. Өкінішке орай недостаточно фактов. Бұл жерде қатты ситуация болмаған сияқты деген сияқты қылып бізге жазып берді. Қаралмайды деген сияқты. Содан кейін біз шыны келе бұл жерде енді қалай айтсақ болады, сенімсіздік пайда болды. Бұл басқа кімге барамыз, өйткені біз ол баланы бізге Нұрайға жақындатпау керек болды. Біз оны әкесімен 2 рет кездескенбіз, толықтай айтып бергенбіз ситуацияның қалай болған, былай болған. Айтқанбыз, то что балаңызды сәл алшақта ұстатпасаңыз, бұл артық кетіп жатқан нәрсесі бар деп. Бірақ өкінішке орай ол да қаралмады. Полиция да қаралмады, әкесі де қаралмады. Барлығы шын айтқанда пайдасыз нәрсе болды. Содан кейін мен оны Нұрайды қорғау үшін, енді Нұрай бізде сол Шымкентте бірнеше апта болды. Содан кейін Алматыға қарай Нұрайдың оқуы қаталдау болған екен, Нұрай Алматыға қарай жол тартты. Сол кезде мен жанында болайын деп, оны толықтай университетке кіргізіп, шығарып салып, жанында жүрдім 2 аптадай Алматыда. Шерхан жанына келмесін деп қорғау үшін. Содан кейін бірақ мен жұмыстарым болғаннан кейін мен қайтуым керек болды. Алматыдан Шымкентке қарай мен қайттым. Содан кейін бір жарым ай, 2 айдай тып-тыныш болды. Ешқандай несі, зияны, ештеңе сөйлегені, ештеңе тап-тұйнақтай бәрі біткен сияқты ойда. Біз ойладық, отбасымызбен ойладық, то что осымен ситуация бітті. Оның адамдар осымен қойды, өйткені біз барлық жерге шықтық, ол барынша аңдуды қойды, может басқа өзінің өмірлік бір жолын тапты ма деп ойладық та енді. Шыны керек біздің өзіміз сияқты деп ойладық адамдарды. Сол бізде өте үлкен қателік болды. Сол Алматыдан кеткеннен кейін, ол 2-3 аптадан кейін Нұрайдың достарына жаза бастаған, группаластарына жаза бастаған. Нұрай қайда, Нұраймен кездесуім керек, анау деп барынша алдап, сылдап. Нұрай ол кезде 2-3 рет номерін ауыстырған, звондай бергеннен кейін. Оның достарына 10 рет, 20 рет звондаған звоноктары бар. Әрқайсысына звондап, мазасын алған. Нұрай қайда, мен Нұрайды жақсы көремін, Нұраймен мәңгілік бірге боламын деген сияқты. Бірақ определенный сол уақыттан кейін бір айдай өтті. Оны біз бір жарым айдай уақыт өткеннен кейін бәрі тып-тыныш болып қалды. Сол уақытта біз осы ситуация болды. Ол ситуацияны біз шындығы келе мүлдем күткен жоқпыз. Нұрай екеуміз әр жақта бірге жақсы сөйлесетін тұғымыз, бірге театрға баратын тұғымыз, бірге киноға баратын тұғымыз. Сол күні мен Моншаға шығып келем деп, кешкі сағат 6-да шығып кеттім үйден. Нұраймен кешкі ас бірге ішіп. Содан кейін сағат 7:30 шамасында маған анам хабарласты. Негізі мен телефонда тексере бермейтін адаммын. Бірақ сол күні тексеріп қарап қалған кезде анам хабарласты. Срочно бірдеңе болды деді. Мен түсінбей қалдым, шынымды айтсам. Бірдеңе деп, шоковое состояниеде. Сөйтіп мен сразу үйге қарай шығып кеттім. Сол шығып кеткен кезде уже оцеплениемен 30 шақты, 20 шақты полицейскиялар, машиналар көп болады. Мен ойладым, бір пожар болып отыр ма, не болып отыр екен деп. Сөйтіп ар жақта бұрышта анам отыр екен, жылап. Соны түсінбей жүгіріп барған едім. Жанында бірнеше полициялар отырды. Сөйтіп сіз айттыңыз, Нұрай сіздің қарындасыңыз ба деді. Иә, қарындасым. Мынандай ситуация болды, мынандай деп полностью айтып берді. Бірақ енді ол жерде қатты айтқан жоқ. Сыртқа барып сұрады, қандай осындай машина шықты. Соны мен полностью описание бердім, мынандай, мына жақта деген сияқты зацепкалар бердім. Ары қарай уже осы ситуация болды. Нұрайдың кейінгі уақытта бір мінез құлқында өзгерістер байқалмады ма? Мінез құлқында дегенде Нұрай бізде әрқашан жайдарлы болып жүреді, күліп жүреді. Именно сол алып қашқан кездегі моральный состояниесі өте сол
мазалаған уақыттарда негізі біз көп нәрсені байқамаған екенбіз. Сол Нұрай бізден уайымдамасын іштеп жүрген екен. Сол үшін қазір енді сол кезде алып қашқан кезде моральный состояниесі өте подавленный. Өзін қалай айтқанда ішінде жаны уже жоғалғандай болды. Сол үшін біз барынша жанында поддержка жасап, қолдап, әрқашан жанында, мен де мысалы Алматыға барған кезде жүріп, барынша бірге сөйлесіп жүргеннен кейін сәл болсын Нұрайдың деңгейі көтерілді, моральдық жағдайы. Содан кейін сәл күлімдеп ойнап жүрді. Как раз сол уақытқа дейін, бір жарым ай уақытқа дейін. И бәрі жақсы болып шықты. Сол күні бізге гитарамен өлең айтып берген тұғын. Жақсы, ол тек настроениесі жақсы болса ғана айтады гитарамен. Содан кейін осындай ситуация болып қалды. Енді Нұрай сіздерге бір өзіне Шерханның бір қоқаң-лоққы жасап жүргені, осындай қой мәзінен қалып жүргені туралы бір ескертіп айтқан кездері болды ма? Әлде ол туралы үндемейтін бе еді? Артынан аңдып жүргені жайлы енді біз прям шынымды айтсақ, ондай подругаларына звондап, анаған звондап, мынаған звондап мазасын алғанын толықтай қазір біліп жатырмыз. Нұрай бізді уайымдамасын іштеп, бізді неғылмасын іштеп ойлаған деп ойлаймын. Сол үшін де біздің де кінәміз бар. Сіздің ойыңызша сол кезде уақытылы әрекет жасалса, құқық қорғау органдар тарапынан осы әрекеттің алдын алуға болатын еді? 100%. Егер де сол жерде, егер де Шерханды сол кезде әрекетін жасап, кішкентай болсын қорқытып, үркітіп, енді полиция органдары болғаннан кейін определенный бір санкция салып, штраф салып болсын, уақытша изоляторға салса, сәл болсын ойланатын еді. Так, егер де біз әрекет жасасақ, бұл өзгермейтін адам. Сол үшін егер де әрекет дұрыс жасалатын болса, әсері болатын еді. Енді қазіргі күнде сол арызды қабылдаған, арыз жазылған кездегі полицияға қатысты қандай шара қолданбақ ойларыңыз бар? Енді бұл сұраққа мен жауап берейін. Бұл мәселені біз міндетті түрде көтердік. Ол бойынша тиісті талап тілек арыз жазылды. Шымкент қаласы полиция департаментімен сол кезде дер кезінде шара көрмегеніне байланысты ішкі тексеру жұмыстары басталды. Ол жөнінде айтылды. Бұдан бөлек жалпы қылмыстық іс бойынша тергеп тексеру әрекеттері толыққанды жүргізіліп жатыр. Алғашында Абай ауданы полиция басқармасының өндірісінде болған, кейін қорғаушылардың талап тілегінің негізінде жедел тергеу тобы құрылды. Қазіргі таңда Шымкент қаласының полиция департаментінің өндірісіне өтті. Бұдан басқа бұл қылмыстық іс Шымкент қаласының полиция департаментінің бастығының жеке бақылауында, ішкі істер министрлігінің де жеке бақылауына іс қатаң түрде алынды. Тергеу толыққанды жүргізіліп жатыр. Енді тергеудің ары қарай детальдары, ол енді тергеудің құпиялығына байланысты жария етуге бүгінгі таңда жатпайды. Сондықтан бұл туралы әлі толығырақ. Одан бөлек прокуратура тарапында жаңа ағасы айтып өтті ғой, прокуратураға да барып арызданған. Алайда прокурор мырзалар бізде дұрыс баға бермеген, дұрыс құқықтық баға бермеген деп есептейміз. Сол кезде өзінің прокурорлық қадағалаушы орган ретінде ол арызды қарап, ең болмағанда жаңағыдай Нұрайдан бір түсініктеме алып, ары қарай өздерінің прокурорский реагирование дейді, сондай әрекет жасап, құқықтық баға беру керек еді. Алайда бұл жерде прокуратура тарапы да біз салғырттық танытты деп есептейміз. Арызға ешқандай да бір негізді түрде де жауап бермеген, жай ғана жылы жауап қоя салған. Сондықтан да бүгінгі таңда жаңағыдай бас прокуратураға да біз міндетті түрде арызданамыз. Прокурор мырзалардың да үстінен қандай да бір шара көру туралы. Сұлтан мырза, енді Нұрай қандай қыз еді? Қандай армандары бар еді? Нұрай күн сияқты еді. Іші жылы, сыртқа да бәрі тек жылылықты ойлайтын. Арам ойы жоқ,
тек шындықпен өмір сүретін, істеген тірлігіне әрқашан аяғына дейін жеткізетін, біздің жағдайымызды ойлап тұратын, гитара тарта алатын, суретті күш салатын, енді өте өнерлі, әдемі және сыпайы қыз еді. Әлеуметтік желіде жазба қалдырып жатсыз, бір жазбаңызды оқып қалдым. Бір қоғамда сіздерге қатысты бір онша емес ойлар айтылып қалып жатқан сияқты, соған қатысты қоғамға не айтарыңыз бар? Осыны айтып кетсеңіз. Оны білгенмен, то что ондай резонанс болғаннан кейін қолдаушылар да бар, және сені нұсқайтындар да болады. Осындай сенің дұрыс емес жерлеріңді, қателіктеріңді. Енді біз әрине артқа кері қайтып бәрін өзгертуге болатын еді, бірақ біз білген жоқпыз, шынымды айтайық. Біз ойладық, ең бірінші біздің қателігіміз, біз адамдарды өзіміз сияқты деп ойладық. Ондай нәрсе күткен жоқпыз. Өздеріңіз білетініздей, видеода көріп тұр, Нұрай кетіп бара жатқан кезде, ол Нұрай ондайды мүлдем күткен жоқ. Жай просто кетіп баратты, ол тиісті, ол кетіп бара жатқаннан кейін ондай пышақпен жұмыс істейді, пышақпен зиян келеді деп мың ұйықтаса түсіне кірмеген нәрсе, ситуация болып тұр негізінде. Біз бұндайды мүлдем күткен жоқпыз. Біздің отбасымызға өте шок жағдай. Ең бастысы, бірақ менде қазір бір мақсат, осы жауапкершілікке тартылса екен. Осы істеген адам жауапкершілікке максималды түрде тартылса екен деген ой. Ары қарай енді бұл менің уже ағалық ретінде, жүрегімде сызық ретінде қалып қалады енді. Бірақ өкінемін әрине. Қазір бірақ қандай пайда? Ең бірінші не істей аламын? Кішкентай болсын бір көмегім. Ол бұндай адамдарды, то есть сіздердің қарындастарыңыз болсын, әпкелеріңіз болсын, жүрген жермен бұл адамды жүргізбеу. Яғни барынша темір тордың ар жағына отырғызу. Менің мақсатым сол. Бірақ соған байланысты мен құзырлы органдар болсын, прокуратура, сот, бірақ мен соттың адал өтетініне 100% сенімдімін.